Ассаламу алейкум достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге бала ями, қалдеріңіз қалай? Бүгінгі біздің үйде таңғы аста осындай екі түрлі тағам дайындадым. Біреуі сырный лепешка, екіншісі ленивый хачапури. Қазір мен сіздермен рецептімен бөлісемін. Алдағы уақытта отбасыңызды қуантып, дұрыс тамақтануға байланысты тағамдар дайындағыңыз келсе, каналыма жазылып, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Егер видеоларым ұнаса, лайк баса кетіңіз. Ең алдымен осындай қылып хачапури дайындадым. Ленивый хачапури деп көбісі атайды. Ең бірінші сүзбені, оның үстінен сырды және де 2 жұмыртқаны салып, үстінен кішкене сүт қойдым. Бұл жерде менде сүт, миндальный сүт, және де барлығын бір-біріне жақсылап араластырдым. Өзіңіз қандай сүт пайдалансаңыз да, өз еркіңіз, сиыр сүтін пайдалансаңыз да болады. Оның үстінен қосқышты салып, сосын ұн салдым. Және де менде қатырылған ас көк пен көк пиязды салып, бәрін бірге жақсылап араластырдым. Онда дұрыс тамақтануға арналған ұн, яғни күріш ұны. Сізде өзіңіз қандай ұн бар қолыңызда, соны пайдалансаңыз болады. Табаны кішкене майлап, үстінен дайын болған массаны 2-ге бөліп құйдым. Және де лопатканың көмегімен жан-жағына жайып, дөңгелекше көлемінде жасап алдым. Оттың астын жай етіп қоймасаңыздар, бұл жерде тез пісіп кетеді. Дайын болған хачапуриді видеодағыдай етіп 8 бөлікке бөлдім. Ұсынар кезде қаймақ, сары май немесе творожный сыр болса, солармен бірге ұсынсаңыз болады, немесе құр өзін жесе де дәмді. Екінші кезекте дайындаған сырный лепешка, оған 1 жұмыртқаны, қопсытқышты, кейіннен күріш ұнын салып, бәрін бірге жақсылап араластырдым. Үстінен 2 ас қасық қаймақ салып, жақсылап араластырдым. Және де оның үстінен үкіштің кішкентай көзінен өткізілген сырды салдым. Ірімшік қосылған лепешканы да дәл хачапуридегіндей табаға кішкене май жағып, жай отта осылай лопатканың көмегімен жайып алып, пісіріп алдым. Біздің үйдің 2 дегустаторына өте қатты ұнады. Хачапуриді де, сырный лепешканы да таңғы аста дымын қалдырмай жеп қойдық. Сіз де отбасыңызға дайындап көрсеңіз болады. Егер дайындаған болсаңыз, комментарияда пікіріңізбен бөлісе өтіңіз. Дайындалу өте жеңіл, құрамы да қолжетімді, таңғы асқа немесе перекусқа таптырмайтын тағамдардың қатарынан болып табылады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Видеомды соңына дейін көрген болсаңыз, подписка жасап, қоңырауша батырмасын басып кетіңіз.